Қыздар, бүгін манпар сорпасын жасаймыз. Ең алдымен бүкіл көкөністерді төрт бұрыштап майдалап турап алу керек. Пиязымызды алдын ала қуырып алғаннан кейін, артынан төрт бұрыштап туралған етімізді салып, жақсылап қуырамыз. Етіміз дайын болғанша сарымсақ жебелерін майдалап турап, сәбіз екеуін етпен және бір қасық томатпен қуырамыз. Сарымсақ, имбир, кинзаны майдалап тураймыз, ал қызанағымыздың қабығын осындай әдіспен алып тастап, бұрыштап турап қоямыз. Екі түрлі болгар бұрышын қазанымызға салып, су құямыз. Дәмдеуіштерден турап қойған көкөністер, кориандр, паприка және ұнтақталған бадян. Сорпамызға тұз, дәмдеуіштер және қайнағаннан кейін кинзаларымызды, сояны құйып 15 минутқа ұмытамыз. Тамақты бастамастан бұрын қамырымызды илеп, біраз тұрғаннан кейін жұқа етіп жаямыз. Еттің қамырынан біраз қалыңдау бол керек. Осылай төрт бұрышты етіп тураймыз. Қайнап тұрған сорпамызға қамырымызды салып, пісіріп аласыздар. Әркімнің қамыры әртүрлі болады, сондықтан уақытты өздеріңіз белгілейсіздер. Қалған қамырды турап кептіріп қойдым.